Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қымбатты спорт сүйер қауым, инспорт бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгін студиямыздың қонақтары таеквондодан жастар арасындағы әлем чемпионатының жеңімпазы, Азия және Азия ойындарының чемпионы Айым Серікбаева және оның жеке бапкері Еркебұлан Ермегалиев. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Айым, жеңіс құтты болсын. Енді мынау керемет жетістік, қазақ елі, барлығымыз жанкүйерлер сенің осы өнеріңді көріп қуанып қалдық. Өзің осы жеңістің қалай келген жайлы бізге баяндап берсең. Дайындық 3 этап сбор болды. 3 этап сбор, бірінші этап Алматыда болды, екінші этап Алматы облысында болды. Ересектер құрамымен спаррингтер болды, спарринговый заданиялар болды. Ал үшінші этап Түркістан облысы Алматыда болды. Ол жерде өзіміздің жеке бапкерлерімізбен дайындалдық. Әлем чемпионатына өзім жеке бапкерім Еркебұлан ағаймен таңалта дайындалып бардым. Жалпы енді әлем чемпионатындағы мынау жекпе-жектерге тоқтала кетсек, бастан бастап қарсыластарың жайлы өзің әрбір жекпе-жекті көз алдыңда ғой енді. Қай спортшымен шықтым, қаншалықты қиын болды, әлде жеңіл болды ма? Барлық спортсмен жақсы, әр кездесу жақсы жекпе-жектер болды. Полуфинал мен финалдар тартысты жекпе-жектер болды. Бұған дейін ол спортшылармен жекпе-жекке шығып пең, танисың ба қыздардың? Жаңағы осал тұстары бар ма? Сол жайлы айтып кетсең. Полуфинал шыққан Хорватқа қызын танимын. Бұған дейін жекпе-жекке шығып пең? Шыққам. Ұтылған едім. Бұл жолы ненің арқасында жеңдім деп ойлайсың? Қандай да тәсіл қолдандың осы жолы? Ағайын айтқан тактикасын қолданып жеңдім. Ал финалдағы жекпе-жек енді нағыз тартысқа толы жекпе-жек болды. Соны айтып кетсең, ойыңды білдіріп. Бірінші раундта ұтылып қалдым, есе жібердім. Сөйтіп ағайым тыңдап, жиналып, ағайым айтқан тактиканы қолданып, екінші, үшінші раундта Аллаға шүкір ұттым. Осы жеңістің артында қандай жұмыс жатыр? Осыдан бастасақ. Осы жеңістің артында енді көп жылдық еңбек жатыр. 2019 жылы Жамбыл облысында Тараз қаласы Шайқорық деген ауылда соқта Мадияр деген ағамыз өзінің жеке кәсіпкер, өзінің қаражатынан ауыл спортына спорт зал соғып, өз қаражатына сол спорт залдан, осы ауылдан бір әлем чемпионы, Азия чемпионы, Олимпиада чемпионы шықса екен деп ниеттеніп, сол жаққа спорт зал соққан болатын. Сол спорт залға жұмыс атқардым, сол жерде тренер болып. Енді ең бірінші оқушыларым осы Айым сияқты бірнеше спортшылар болды. Сол мектептен, Шайқорық мектебінен осы спортсмендер жинап, сол жақта дайындалып, жасөспірімдер арасында да Азия чемпионатына, әлем чемпионатына қатыстық. Жасөспірімдер арасында Азия чемпионатына күміс алдық. Бір жылы Қазақстанда ұтылып қалдық. Одан кейін бір әлем чемпионатына барып, оқтада ұтылып қалдық. Жасөспірімдерде бағымыз жанбады. Бірақ тоқтамадық, еңбек етіп, Аллаға шүкір, кеше әлем чемпионатына әлем чемпионы болды. Азия ойындарының чемпионы болды, Азия чемпионы болды. Мен айтайын деген бір танысқан сәт есте ма сол кезде бір? Алғаш рет сол бір сәтті еске түсірсек. Мен сол Шайқорық ауылына барып, спорт залға, сол мектеп, Шайқорықта өз мектеп, білім алатын мектептері бар. Сол мектепке барып, класс-классқа кіріп, спортшыларды осы таеквондо үйірмесіне шақырған болатын. Сол шақырған кезінде осы Серікбаева Айым және оның классында өзінің сыныптастары, достары бәрі келіп, қатысып, сөйтіп алғаш күннен келді, жаттығу жасадық. Сонымен ары қарай тоқтамай стабильно келіп жүрді тренировкаға. Айым, осы жерде өзіңе сұрақ. Ағай келгенде осы таеквондо спортына шақырды ғой. Неге бірден қабылдадың ба? Қандай эмоцияда болдың? Әлде барғың келмеді ма? Сол жайлы есіңе түсірсең. Алғаш кездескен сәттеріңді. Ағай сынып аралап хабарландыру берді. Біз сыныппен қыздар болды. Қыздармен сразу барғымыз келді. Өзімде қызығушылығым болды. Інімде қатысып жүргеннен кейін бақ өзімде қызығушылығым болды. Сөйтіп барғым келді. Сөйтіп сол күні бүткіл сынып барған. Сөйтіп ары қарай
жаттығу істеп, қызығып, одан кейін барып, стабильно барып кеттім. Сыныптастардың барлығы қалды ма жаттығуда кейіннен, әлде біраз кетіп қалған шығар? Кетті. Ұнамағандар да болды, иә. Бұл жерде айым бірден көзге ерекше болып түсті ма, әлде басында білінбеді ма? Енді тренер болғасын, жаттықтырушы болғасын, жаңағы әр жаттықтырушы залға балалар келген кезде балалардың способностін жаңағы көреді, тез оқып алатын балалар болады, қабілеттерін тез оқып алатын балалар болады, болмаса кеш түсінетін балалар болады. Сондай енді айым өз келгеннен сол қабілеттігін көрсетті. Артықшылығы неде болды? Артықшылығы жаттығудан қалмайтындығы болды. Ал бірінші көзге түскен кезде өзін ұстауы және жаттығуда қалай айтасын, соны істеуі, сол жер артықшылығы болды. Ең алғаш келген кезде. Жаттығудан жинап келгеннен, балалар келіп жүргеннен, қатысып жүргеннен бір жаттығу жіберіп қойса, ол болмайды. Сол үшін бала стабильно, тұрақты тренировочный процесті қалдырмай, жібермей еңбек ету керек. Сол кезде жетістікке жетеді деп ойлаймын. Айым, үйдегілер қалай қабылдады сен таэквондоға қатысуың жайлы, жазылған кезде? Үйге келдім, пападан сұрадым бірінші, бара берейін дедім. Папа сразу бара бер деді. Ештеңе айтпады, үйдегілер сразу қабылдады. Өзіңе бірден ұнады, иә, таэквондо? Әр тренировка қалмай келеді ағай. Ылғи келеді. Тренировка уақытысынан да бөлек қалып бірге істейді ағай. Қалай айтсам болады? Ылғи қарайды, әр ошибканы жөндейді. Ылғи тренировканы күшті береді, жақсы береді. Қатал, енді ол кезде ол өзін тренер болғаннан кейін қатал болу керек. Оқшы босап та кетпеу керек. Өзіме ұнайды. Тренировкасымен ұнайды, өзінің тактика, техникасымен ұнайды. Ұл балалармен жұмыс істеу оңайырақ шығар, қыз балалармен жұмыс істеу қалай екен жалпы осы спортқа? Бізде таэквондода ұл балалар, қыз балалар болып бөлінбейді. Ұлттық құрамада да, жеке дайындағанда да біз қыздарды бөлек, балаларды бөлек дайындамаймыз. Бәрі ортақ бір залда бірге жаттығады. Сол себепті ойлаймын, айырмашылық жоқ деп. Балалар істей алған нәрсені қыздар да істейді. Уақытымен дұрыс подход жасаса, дұрыс қараса, өз-өзіне қарап, бала келіп жүрсе, барлығын алып кетеді. Балалардың, яғни қызға да, ұлға да талап бірдей ғой? Талап бірдей. Бәріне талап бірдей болады. Ол жерде бөліп жармаймыз. Ұлдар, қыздар деп бәріне бірдей талап қойылады, бірдей мақсат қойылады. Бір залда өзіміздің команда болса, бір мақсат, бір талап, бір тәртіп, бір дисциплина, бір режим болады. Соны ұстанған балалар қалады, ұстанбаған балалар өздері жайлап басқа спортқа барады, алыстай береді. Жалпы осы алғашқы жарыстар жайлы, алғашқы жетістігі осы кезде, осы деңгейге жеткенше соны еске түсірсек? Алғашқы жарысы ол Тараз Жамбыл облысында, Тараз қаласында облыстық турнир болған. Ол турнирда 2 жекпе-жек өткізді, 3 жекпе-жек өткізді. 3-ші жекпе-жегінде финалда өзінің қарсыласы болатын. Сол кезде қазір енді ол қарсыласы емес, соғызға ұтылған етін, 2-ші орын алған. Бірақ 1-ші орын ала алмадым деп жылаған. Соғызға кездескен сайын содан кейін өзі де жаттығудан қалмайды, жаттығуға келеді, айтқан нәрсені істейді. Бірақ соғызға ең ерекшелігі сол кезде жарыста алғашқы мен көргенім ұтылған кезде намыстанып, мінез көрсетіп жылағаны. Мен ұтылып қалдым деп. Яғни сол жерде тағы немен жұмыс істеу керек болды? Яғни ол қыздың артықшылығы неде болды, яғни айымнан қарағанда? Айым енді бастаған кезі, 2-3 ай болған кезі. Алғашқы жарысы. Ал ол қыздың қатысып атқанына бір 4 жыл ма, сондай уақыт болған. 3 жыл болды ма, 3 жыл арашық не болды. Сонымен сол жарыста жеңілді, бірақ енді жеңілгеніне қарамастан мінез көрсетті, соғызбен төбелесті, кәдімгі бой беріп.
бірақ шығып болғаннан кейін келіп жылап намыстанып, ұтылғанына намыстанып, бірінші орын аламадым деп намыстанғаны. Айым, жеңіс ол өте жақсы, ал жеңіліс неге тәрбиелейді? Не үйрендің жеңілістен? Жеңілген кезде алға қарай ұмтылуды, өзінің жіберіп қойған қателіктермен жұмыс істеп, Алла қаласа жеңу. Қасыңдағы мектептегі сыныптастарың, жалпы өзіңнің достарың осы сенің жарысқа бұлай спортшы ретінде қалай қабылдады? Олар мен әлі күнге үшін жақсы араласам. Әр ұтқан сайын құттықтайды, бәрі жазады. Апайым да жазады ылғи. Олар қуанады мен ұтқанда. Ылғи жазады, қашан келесің деп қазір жазады таразға. Сол мектептегі өзің бір жақсы көретін пәнің болды ма? Пәнің, мұғалімің? Математика ұнайтын маған, Балқияпке ұнайтын. Сол кісі. Несімен ұнайтын ол кісі? 5 сыныпта карантинге түскен кезде есеп шарп группа жүреді. Есеп ұнайтын кішкентайымнан. Ол кісіге жазып қайтадан жүретін. Ответтерін жіберу керек қой, есептерін. Сол кісі өзі де мені жақсы көретін да. Мен де ол кісіні жақсы көретін. Сол кезден бастап. Осы уақытқа дейін араласып тұрасыңдар ғой? Қазір барған кезде араласатын шығармын. Қазір жазайын ол кісіге. Өзім сынып жетекшім жазып тұрады. Қалыңды сұрап, жеңісімен құттықтап. Енді халықаралық жарыстарға кірейік. Айттық, алдымен бізде Азия чемпионы болды ғой, Айым. Осы Азия чемпионатына деген дайындық, осы сол жарыста Азия чемпионатына. Енді қай жарысқа барсақ та чемпион болуға армандайды ғой бір спортшы. Бапкер де соған дайындайды. Сол чемпиондық қалай келді? Азия чемпионы болу да оңай келген жоқ. Оның артында да біраз уақыт еңбек жатыр. 2019-дан бері Азия чемпионатына былтыр 2025 жылы Малайзияда болды. Оның алдында 3 этап, бірінші Қазақстан чемпионаты болды оған іріктеу. Одан алдында 3 этап сбор болды. Сбордан бөлек өзіміз Қазақстан чемпионатына дейін, Азия чемпионатына январь-сентябрьден бастап дайындалдық. Өзіміздің залымызда сборға барып тағы дайындалдық. Спаррингтер болды, жеке жаттығулар болды. Тыңғылықты дайындалып, Азия чемпионатына жолға шығып, Азия чемпионатына бардық. Барлық қарсыластар жақсы болды уақытта. Жақсы дайындалып келген. 5 жекпе-жек өткізді. 5 жекпе-жектің бәрінде ұтты. Сөйтіп Азия чемпионы болды. Сол Азия чемпионатындағы өзіңнің алған эмоцияларың жайлы айтып кетсең? Қуандым. Жекпе-жектерің жайында, енді алғашқы ірі жарыс қой енді соған. Алғашқы жекпе-жегім Корея елімен болды. Екінші жекпе-жегім Ирак. Үшінші жекпе-жегім Оман спортшысы. Төртінші жекпе-жегім Филиппин. Бесінші жекпе-жегім Иран спортшысымен болды. Әр қарсылас өзімен мықты болады. Әр қайсы әр түрлі болады. Кейбіреулер әр қарсылас ыңғайсыз болады, әр түрлі болады. Ерекшеліктерін білмеймін. Әр спортсмен өзіңмен ерекше болады. Өзің жарысқа шығар кезде өзіңді психологиялық түрде қалай дайындайсың мысалы? Ең бірінші Аллаға сенемін, одан кейін өзіме сеніп, Аллаға бәрін тапсырып, қолымнан келген бәрін істеймін. Мысалы, ұпай саны ұтылып жатыр делік. Осы бір сәттерде қандай ойлар келеді басыңа? Өзіме сенімді болдым. Ағайымды сол кезде тыңдадым, сол нәрсені істедім, және сол нәрсе өтті. Енді сол жағында психологиялық тұрғыдан жалпы спортшыны дайындау, тек ол физика жағынан мықты болғанымен спортшы психология, бұлар әлі буындар қатпаған жас спортшылар, психологияларда бұл енді сол жағына қалай дайындық өтті? Психологиялық тұрғыда өзімен жеке отырып сөйлесеміз, өзіне сену керек, сол үшін еңбек етіп жатыр. Ол жарысқа барып, біреудің ұтылып қаламын деп бармайды жарысқа, әрбір спортшы ұтамын деп келеді. Бірақ психологически андай давление, қорқыныш, ұтылып қаламау деген ойлар бәрін ойдан шығарып тастау керек. Және өзіне сену керек. Бірінші Аллаға сену керек, одан кейін өзіне сеніп,
қойған тактиканы, техниканы бұлжытпай орындаса, Алла қаласа жеңіске жетеді. Әр спортсмен жеңіске жетеді деп ойлаймын. Біз әрбір жекпе-жектің алдында жарыс басталмай тұрып азында барамыз, дене қыздырамыз, өзіміздің техникамыз, өзіміздің тактикамыз бар. Сонымен денемізді қыздырып, кім қай қарсыласпен шығады, сол қарсыластың орнына мен қарсылас боламын. Сөйтіп денесін қыздырып, жаңағы әр тактиканы қоямыз, әрі сол жерде техниканы да шыңдап аламыз. Сөйтіп дайынға шығып, соны жасаған техникамызды, тактикамызды, айла тәсілдерімізді өзіміздің соны қолданамыз. Жалпы Азияда қай елдердің көш бастап тұр қазір? Қай мемлекеттер мықты? Қазір Азияда ең мықты мемлекеттер Иран, бірінші орында Корея, Китай, Таиланд, оның ішінде Қазақстан да бар, Өзбекстан бар. Қазір Қазақстанда енді қазір Аллаға шүкір жаңа президент келіп, жаңа таеквондо Қазақстанда жақсы дамып отыр. Барлық нәрсе жағдай жасалып отыр. Иран спортшыларының ерекшелігі неде? Мықтылығы? Иран спортшыларының мықтылығы, олардың өздерінің бөлек стильдері бар. Олар өздері еңбекқор. Әр елдің өзінің стилі бар негізі. Иранның спортшыларын келсек, оларда андай мінез бар. Негізі айырмашылығы жоқ біздің Қазақстанның спортшыларынан, басқа спортшылардан. Бірақ олардың өздерінің жаңа стильдері бар. Олар күшке жұмыс істейді. Андай адам шаршатады, жүгіріп, сондай ирандардың тактикасы сол. Өздерінің стильдері де сол. Күшке жұмыс істейді көбінесе. Азия ойындарындағы жеңіс жайлы айтып кетсең. Азия ойындағы жеңіс ол әшейін сәтті болған жеңіс емес. Оның артында қаншама еңбек жатыр оның артында. Азия ойындарына тыңғылықты дайындалдық. Азанда кешке күніге жаттығу жасап дайындалып. Дайындалу процесі осы Қазақстанда бола ма, шетелге шығасыңдар ма? Азия ойындарына ұлттық құрама шетелге барды. Біз айым бір жағдайлармен, отбасылық жағдайлармен біз ол жақта қалып, өзіміз екеуміз жеке дайындалдық. Одан кейін екінші этап жаттығулардың сборда ұлттық құрамаға қосылып, ұлттық құрамамен бірге жасадық. Азия ойындарына барып, сол дайындалғанымыздың арқасында Аллаға шүкір, Аллах тағала чемпион қылды, бізді еңбек еттік, аянбай. Айымға ұнасақ, енді Азия чемпионатын жеңгеннен Азия ойындарына барғанда, енді сені Азия чемпионы ретінде біледі ғой, енді қарсыластарың. Осы жалпы осы Азия ойындарындағы қарсыластарың жайлы жекпе-жектеріңді есіңе түсірсең? Бірінші бой Индонезия спортшысымен, екінші бой Біріккен Араб Әмірлігі, үшінші бойым Филиппин қызымен болды, төртінші бой Таиланд, бесінші бой Вьетнам. Енді ең басты жекпе-жек алтын медаль үшін жекпе-жек болған шығар. Сол бір алтын медальді сол қарсыластан жұлып алу үшін сол жекпе-жекті есіңе түсірсең, айтып кетсең. Финалдық жекпе-жек жайлы. Финалдық жекпе-жек жайлы. Вьетнам қызымен ойнадым. Бірінші раунд 5-0 болды. Екінші раунд 20-10 болды. Жалпы осы өзің қазір айтып отырмын, ағайың айтып отыр, Азияда Иранның спортшылары өте мықты деп. Ал өзіңе тек Иранның ғана спортшылар ғана мықты ма Азияда, әлде тағы ыңғайсыз қарсыластар бола ма? Несімен ыңғайсыз олар? Жылдам ба, әлде басқа тактика қолдана ма, сол жағын біз білгім келіп отыр. Жаңа айтқандай, әр спортсмен өзімен ерекше болады. Әр спортсмен аяқтары басқаша болады, кейбіреулер андай аяқтары ыңғайсыз болады, кейбіреулердің аяқтары ауыр, күшке жұмыс істеуі мүмкін, сондай. Азия чемпионаты мен Азия ойындарымен салыстырғанда әлем чемпионатының атмосферасы қандай екен? Ол жерге бүткіл әлем келеді, спортсмендер көп болады, мемлекеттер көп болады, өте тартысты болды. Бірінші раунд есе жер алдым. Сөйтіп, екінші раундқа демалып жатқан кезде өзімді жинап, ағайымды тыңдап, ағай айтқан тактиканы,
техниканы қолданып екінші раундқа бардым. Екінші раундта есепті мерзімнен бұрын жаптым. Сөйтіп үшінші раундқа да ағайымды тыңдап тактиканы қолданып шықтым. Туыстарың, достарың қалай қабылдады оның бәрін, мысалы? Бәрі құттықтады. Бәрі құттықтап жазды. Молодец деп. Сол. Үйде қалай қабылдады ата-анаң? Той жасап, көкпар берген жоқ па? Жоқ. Таразға барайын. Таразға барамын бірінші содан үйдегілер Таразға. Содан кейін ана Құдай тамақ беретін шығар. Берсін. Енді мынау осы әлем чемпионы атағын кімге арнайсың өзің? Өзім әкеме арнаймын. Папам арман еді. Папам арнаймын. Жүлде аласыңдар, сыйақы аласыңдар. Өзіңе біз армандаған кішкентай кезде осындай бірдеңе сатып аламын, осындай біреуге анама бірдеңе сыйласам деген сияқты. Сондай не сыйладың, не алдың сол жағы? Берген ақшаларын бәрін анама бердім. Сол. Өздері жаратар. Өздері біледі. Өзіңе бірдеңе әперді ме? Өзің мысалы алғың келген шығар мүмкін? Алып беріп отыр ғой. Маған қатты емес. Анама бердім. Телефон алғың келген шығар мүмкін? Айфон алғың келді ме? Жоқ, әпкем алып берген айфон. Керек. Қазір маған ештеңе керек, тек жарыс қана керек дейсің ғой. Бұйырса. Енді қазір қандай жоспарларың бар енді? Алла қаласа Олимпиада чемпионы болу. Одан кейін ересектер арасында осы Азия ойындары, әлем чемпионы болу. Алла қаласа 2028 ғой. Олимпиада чемпионы болу. 5 жылға қандай мақсат қоясың бапкер ретінде өзің? 5 жылға ең үлкен жетістіктерге жету ғой. Сол жолда ең бірінші тәртіп, ниет, мақсат, амал етіп, соған еңбек ету керек. 5 жылға ең үлкен жетістіктерге жету. Ол ең үлкен спортта Олимпиада. Сол мақсаттарды алдымызға қоямыз. Сол жолда және еңбек ету керек. Қазір енді федерация тарапынан қандай көмектер бар, қандай қолдау бар? Федерация тарапынан барлық қолдау бар, барлық көмекті беріп жатыр, барлық жағдай жасап жатыр. Ол кісілерге де Құдірет Игнатұлына да рахмет. Қандай жағдай болмасын, Қазақстан таеквондосын алға жетелеп, алға тартып, барлық демеуін жасап, қолдап жатыр. Ол кісілерге көп рахмет айтамыз. Бапкер ретінде енді біздің бағдарламаны көретін жастарға, әлі спортқа келмеген жастарға не айтар едің? Жастарға айтарым, спортпен шұғылданыңдар, денсаулықтарыңды күтіңдер, өз-өздеріңе қарап. Спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Спортпен шұғылданып, үлкен-үлкен белестерге жетіңдер деймін. Айым, өзіңнің енді қазір спортқа енді барам ба, бармайым ба, барам ба деп жүрген өзіңнің құрдастарыңа не айтар едің? Оларға спортпен шұғылдану өте жақсы. Спортпен шұғылданған адам денсаулығы да жақсы болады, өміріне де еш зияны жоқ. Сол спортпен шұғылданыңдар деп айтатын. Еркебұлан, Айым, уақыттарыңды бөліп, біздің бағдарламаға келіп, қазір енді осындай бір жақсы қысқа нұсқа сұрақтарға жауап алдық деп есептеймін. Енді алдағы уақытта қатысатын жарыстарыңды тек қана топ жарып, тұғыры биігінен көріне беріңдер. Үлкен рахмет студиямызға келгендеріңе. Рахмет, сіздерге де рахмет, көп-көп естіп шақырып бізді интервью алып жатқандарыңызға көп-көп рахмет, алғысымыз шексіз. Қымбатты көрермендер, осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Өмірде болсын, спортта болсын, жеңістеріміз көп болсын.